Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін Сталинге сыйлық фильмі туралы сөз қозғамақпыз. Бұл Рүстем Әбдірашевтің израильдік жазушы Давид Маргештің естеліктері бойынша түсірген драмасы. Картина Шығыс пен Батыс, классика мен авангард атты бірінші халықаралық кинофестивальде бас жүлде алды. Сондай-ақ Оңтүстік Кореяда 13-ші Пусан кинофестивалін ашты. Сонымен қатар шала нұсқасы Берлин және Канн кинофестивальдерінде көрсетілді. Ендеше сюжетіне көшейік. 1949 жыл. Бүкіл кеңес одағында репрессияның жаңа толқыны басталып кетті. Иосиф Сталиннің бұйрығымен көптеген адамдар Қазақстанға жер аударылды. Картинаның басты кейіпкері еврей баласы Саша тағдырдың жазуымен айдалада жатқан станциялық ауылға тап болады. Баланы бұл жерге атасы алып келген еді, бірақ ол көп ұзамай қайтыс болады. Бала үнемі дүниеден өтіп кеткен ата-анасын ойлап жүреді. Қазақ ауылында Сашаны соғыс жылдары әйелі мен балаларынан айырылған Қасым есімді жалғыз басты шал аштықтан аман алып қалады. Оның қасында Алжирдің бұрынғы тұтқыны Вера, жер аударылған поляк дәрігері Ержи мен Фаты деген дүнген тұрады. Сұрақсыз өмір сүріп жатқан олар Сашаны көргенде қатты қуанды. Все равно он у тебя помрет, казах. Как же ты с ним будешь-то, Касым, а? Может, его в детдом надо сдать? Сашка! Сашка! А вот наш новенький собырчик. Жақында Иосиф Сталиннің туған күні. Ол 70 жасқа толады. Саша да одақтың көптеген басқа тұрғындары сияқты Сталинге сыйлыққа кішкентай лақты тарту етпек болады. Бала осылай істесем, отбасыммен тезірек қауышам деп ойлайды. Фильм атауының екі мағынасы бар. Бір жағынан бала Саша Сталинге хат жазып сыйлық жіберсем, Иосиф Виссарионович бірден ата-анамды қайтарады деп сенеді. Ал екінші жағынан Қазақстан билігі басшыға өз тартуын, яғни ел аумағында полигон алаңын дайындап жатқан болатын. Рүстем Әбдірашевтің ең қиын кезең туралы фильмді пафосқа, азапқа бой алдырмай түсіре алғаны таңғалдырады. Қазақстанның көрікті жерлері бейнеленген кадрларды атап өтпеу мүмкін емес. Ол сұлулықты жалықпай тамашалауға болады. Нельзя убивать животных. Кого? Курочку. Можно. Нет, нельзя. Можно, Сашка, можно. И тебе их совсем не жалко? Почему? Я их люблю. Я их всех люблю. Они меня. И нам хорошо. Я тебя просто не понимаю. У тебя какая-то страшная путаница в голове. У нас в Москве никого не убивают. Сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ей, Сашка! Таспа шынайы болып шықты. Ең бастысы, онда өтірік жоқ. Күлкілі көңілді сәттерді де ол аянышты, кейде қорқынышты сәттермен араластыра білді. Кездейсоқ адамдардың өмірлік сәттерін сол заманда біреу кездейсоқ түсіріп алғандай әсер аласың. Фильмде басты рөлдерді Бақтияр Қожа, Нұржыман Ықтымбаев, Дәлен Шынтеміров, Екатерина Редникова, Александр Баширов, Әсел Садуақасова және Вальдемар Шепаняк сияқты қазақстандық, ресейлік және поляк актерлері сомдады. Актерлардың өз рөлдеріне барынша еніп кеткені сонша кейде көркем фильм емес, деректі фильм көріп отырғандай боласың. Декораторлардың, костюмерлер мен операторлардың еңбегін атап өткен жөн. Қасанбек Қыдырәлиевтің кадрларда асқан шеберлікпен тұрғаны сонша олардың кейбірі Клод Маненің картиналарын еске түсіреді.
Фильмде басты рөлдердің бірі жергілікті чекист Балғабайды сомдаған актер Бақтияр Қожа бір сұхбатында өзі үшін ең әсерлі болған сәт туралы айтып берді. Ол бала мінген пойызды тексеріп жатқан болатын. Қолында адамның өлі не тірі екенін анықтайтын үлкен бізі бар еді. Кезек балаға келгенде қозғалмай жатса да, оны тірі екенін түсінеді. Вагонға бастық кіреді. Бірақ заң бойынша чекистке балаға тиіспе деп айтуға ешкімнің хақысы жоқ еді. Әйтпесе, халық жауларының балаларын жасырғаны үшін түрмеге қамалу қаупі бар. Бірақ бастық көзімен ымдап, қол астындағы қызметкерінен баланы өлтірмеуді сұрайды. Балгабай. Тиіспе балаға. Не тронь ребенка. Эй! Это, кажется, живой. Допрыгаешься у меня. Думганская рожа. Сталинге сыйлық басына қандай қиындық түссе де мойымаған мықтылар туралы баяндайды. Олар аштықты да, соғысты да, қуғын сүргінді де бастан кешті. Оларға қарап отырып сүйсінесің. Фильмде адамның терісінің түсі, ұлты, діні маңызды емес екенін аңғаруға болады. Касым ага, не надо. Прекратите. Мы же родственники. Не позорьте перед людьми, что я сделал. Сукин сын. Нашел родственника. Животное. Ты что, Касым, делаешь? Совсем с ума сошел? Туда-сюда. Перед всеми людьми опозорил. Одноглазый старик. Я его родственником считал, а он с грязью меня смешал. Встать! Все по вагонам! Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.